Ассалаумалейкум достар, бұл спорт жаңалықтары арнасы. Өздеріңіз оқығандай бүгінгі біздің тақырыбымыз Ислам Махачев және де Шавкат Рахмонов туралы болады. Ендеше көп сөзбай бастайын. Бастамастан алдын арнаға тіркелмеген тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды комментарияда қалдырып кетіңіздер. Жартылай орта салмақ дәрежесіндегі өнер көрсеткен қазақстандық UFC жауынгері Шавкат Рахмонов жеңіл салмақтағы промоушен чемпионы Ислам Махачевпен жекпе-жек туралы сұраққа жауап берді. Яғни, мен жай білмеймін, егер Ислам Махачев біздің салмағымызға еніп күрескісі келсе, онда мен әрине бас тартпаймын, бірақ қазір ол басқа салмақта, сондықтан уақыт көрсетеді, деді Рахмонов Ақтаудағы баспасөз мәслихатында. Оған дейін Ислам Махачев өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында UFC-дің Ресейден алғашқы қос чемпионы болуға тырысу үшін салмақ дәрежесіне көтерілуге дайын екенін айтқан болатын. Махачев өзінің соңғы жекпе-жегінде австралиялық Александр Волконовскийдің бір ауыздан қабылдаған шешімімен жеңіске жетті. Рахмонов соңғы жекпе-жекте американдық Джефф Нилді 3-ші раундта қолбасшылықпен жеңді. UFC америкалық жауынгері Билал Мухаммед жеңілмеген қазақстандық Шавкат Рахмоновқа қарсы жекпе-жектен бас тарту туралы шешімге түсініктеме берді. Бұған дейін Мухаммед UFC президенті Дейни Уайттың Рахмоновқа қарсы жекпе-жек өткізу туралы ұсынысын бас тартқан. Мен ешқашан қиын жекпе-жектен аулақ болған емеспін. Мен әрқашан ең қиындықтарды сұраймын. Және ол жақсы серияға барады. Шавкат қауіпті күрескер, бірақ ол әлі де менен бір қадам артта, деп түсініктеме берді Мухаммед. Билал Мухаммед ММА-да 25 жекпе-жекте өткізіп, 22 жеңіске жетті. Шавкат Рахмоновтың есебінде 17 жекпе-жекте 17 жеңіс бар. Ал ендеше достар, бүгін барлық жаңалықтар бізде осы еді. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды комментарияда қалдырып кетіңіздер.